Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бауыры ауыратындарға жеуге болмайтын тағамдар туралы болмақ. Өздеріңізге ұсынып отырған диета артық салмақтан арылу немесе сұлулығыңызды сақтау үшін емес, саулығыңызды жақсарту үшін маңызды. Әсіресе бауыры ауыратындарға қалай тамақтану керектігін айтатын боламыз. Бүгін сіз қандай тағам жеуге болатынын немесе қандай тағамдардан бас тарту керектігін біле аласыз. Бауыр мен ұйқы безі адамның жеген ішкенін сүзетін ішкі ағзалар. Олардың көлемі кішкентай болғанымен атқаратын қызметтері орасан. Сондықтан да олардың саулығы өте маңызды. Егер аталған екі ағзаның саулығы сыр берсе, басқа ағзалардың жұмысына кері әсер етеді. Сол себепті бауыр мен ұйқы безіне ұнамды тағамдарды тұтынғаныңыз жөн. Дұрыс тамақтанбау панкреатит, гепатоз, созылмалы гепатит, панкреонекроз секілді қауіпті аурулардың пайда болуына ықпал етеді. Аурудан сақтану үшін асқа көңіл бөлу керек. Гастроэнтеролог дәрігерлер бауыр мен ұйқы безіне мына тағамдардың пайдалы екенін алға тартады. Диеталық ет, оның ішінде бұзау, тауық, күрке тауық және майсыз сиыр еттері. Теңіз өнімдерінің ішінде майсыз балықтар, ал сүт өнімдерінің ішінде майсыз сүт пен сүзбе, қаймақ, кефир, йогурт және жұмсақ ірімшіктер, жұмыртқаның ақуызы, көкөністер мен жеміс жидектер, нан өнімдері, ал оның ішінде бір күндік нан, қара бидай наны, кебектен дайындалған нан, қантсыз печенье, кептірілген нан, спагетти мен кеспелердің түрлері. Ұнтақ жармасы, қарақұмық пен күріш те сізге пайдалы болады. Ал тәттілердің ішінен мармелад, зефир және жемісті муз сізге пайдалы. Сусындардың ішінде сұйық демделген қара шай, көк шай, шөп шай, балғын немесе кептірілген жемістен әзірленген нәрсу және кесел бауырмен ауыратындарға пайдалы болып келеді. Ал жеуге болмайтын тағамдар қандай? Оларға ең алдымен майлы еттер кіреді. Оның ішінде үйрек, қаз және қой еттері. Және де ет өнімдері, яғни шұжық, сосиска немесе котлет. Одан кейін суп өнімдер, ол бауыр, бүйрек, жүрек, тіл мен ми. Ал теңіз өнімдерінің ішінде майлы, қақталған, тұздалған балық, уылдырық, ұлу асшаяндар сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Ал сүт өнімдерінің ішінде бауырмен ауыратындарға өз зиянын тигізетін майлы сүт пен майлы қаймақ және қатты ірімшік, жұмыртқаның сарыуызы, сондай-ақ көкөністердің кейбір түрлері, ол пияз, саумалдық, қымыздық, руккола, шалғам, сарымсақ, ақжелкен, тұрып және гүлді қырыққабат. Ал жеміс жидектерінің ішінде цитрусты жемістер, киви, қышқыл алма, қауын, қарбыз, құрма, жүзім, қара өрік, мүкжидек, қызыл және қара қарақат, ит бүлдірген бауырмен ауыратындарға өз кері әсерін береді. Ал келесідей ұн өнімдері сіздерге зиян. Ол жаңадан піскен кез келген нан өнімдері және қабатталған қамырдан дайындалған әртүрлі пісірмелер. Жармалар, оның ішінде жүгері, бидай, арпа, горох, фасоль және жасымық. Консервіленген, тұздалған, маринадталған тағамдарда зиян. Тәттілердің ішінде шоколад, халва, балмұздақ, торт сізге зиян болады. Сусындар, олардың ішінде қою демделген қара және көк шайлар, кофе, какао, алкогольді ішімдік және газды сулар бауыры мен ұйқы без ауыратындарға өз кері әсерін береді. Тіпті кейбір дәмдеуіштер де өз кері әсерін бере алады. Олар бұрыш, қалампыр, даршын және де кептірілген, тұздалған, қақталған саңырауқұлақтар және оны тіпті балғын түрінде жеуге болмайды. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видеомыз сіздерге өз пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Және де бауыры мен ұйқы без ауыратындарға видео астында біз бір апталық мәзір дайындаған болатынбыз. Сол мәзірді қолданып, өз пайдаларыңызға жаратасыз деген ойдамыз. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар.